Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ернұр. Мен бүгін енді Top of the Mask деген ойынды ойнайтын боламын. Жарайды, бұл ойында масканы киіп жүрген адам секрет. Жарайды, біз бастаймыз. Мына мен левелға келіп тұрмын. Айтпақшы, мен сундығымды ашып алайын. Маған тек 25 түсті. Жарайды, маған бәрібір. Достар, келесі видеода мен аркадада ойнауға тырысып көрермін. Енді өте жоғарыға көтеріліп, қазір мендегі маска собака. Менге ворона деген бар. Мені жаңа баг істеп кетті. Көрдіңіздер ме? Әрбір масканың өз енді күштері бар. Мысалы, кейбіреулері секретный комнатаға кіргізе алады. Кейбіреулері болса, енді сіздердің очколарыңызды көбейте алады. Сондай. Оны құлап кетпесін. Әні портал тұр, келесі уровеньге апаратын. Мен жарайды. Осыған кірсем, уровень аяқталады. Мен барлық точкалар жинап алдым. Айтпақшы, менің достарымды бар каналдары. Бір досымның каналының аты Jackie KZ немесе Jackie KZ Асқаз. Ол Майнкрафт пен Free Fire'дан видео түсіреді. Модзеппен енді рекордерлермен. Достар, және де келесіде монтажым өте көп болсын десеңіздер, онда лайк басып қойыңыздар. Қашып үлгермедім. Жарайды, мен онда воскресить етем 200 теңгеге. Жылдам қашып ан жаққа баруым керек. Бірақ қалай? Бұл ойында кейбір өте жылдам жүгіру керек жерлер болады. Ал Free Fire'ға келген болсақ, менде енді жаңадан взломдар шығайын деп отыр. Бір күн алмазым толған болса, онда жаңадан скинмен түсіретін боламын. Менің Jackie деген досым, ол да видеоны түсіргенде күшті алмазный скин бар, сонымен түсіреді. Бірақ ол джекпоттан түскен зат алмазный. Жай жол болып кетті деуге болады. Достар, және де маған сіздердің комментарияларыңыз керек. Өтте мынау туралы ұмытып кетіппін ғой. Жарайды, ақшаммен келем. Анимация күшті мұнда. Толықтай көп күн кеткен шығар. Тағы шықпайым ма анау? Бәсе, білгем. Тағы шықпай тұрғанда қашып кетуім керек. Щитті активировать етіп қойын. На всякий случай десем. Оған істемейді екен. Жарайды. Болды, соңына жақынмын. Кірдім.
Қап, реклама қазір шығып кетем. Мұндай кезде мен жылдамырақ шығып кету үшін енді ана жерінде тұрады. Енді әрбір жоғарысында немесе төменінде сіздер білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Маған енді айтқандай комментарияға өздеріңіздің сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Немен түсірем видеомды, немесе қалай монтаждаймын, және де неше жаста екенін сұрап көріңіздер. Ал есімім болса тап сыртымдағы ник сияқты Ернұр. Қазір ана жұлдызшаны алуым керек. Қиын болып келе жатыр барған сайын. Достар, және де маған бір подписчик жиналды, оған рахмет айтам. Жарайды, маған бәрібір қанша звезда алсам да. Мынада финал бар ма екен білгім келеді. Осы тек қана білгім келіп тұрған. Және де Джеки дейтін менің досым, ол дымында скрин рекордерді қолданбай далада келе жатырған жүреді, бірақ қалайша оған көптеген просмотр жиналғанын түсінбеймін. Кешіріңіздер, маған тиіп кетті. Асығып кіріп кетті дегендей. Жарайды, маған бәрібір, енді энергия барда ештеңе қорқынышты емес. Білгем мына жақта шығатын. Қап. Мен видеоны қарауым керек енді. Қазір стопқа қоям. Так, міне. Мен жаңа стопқа қойып қойдым скринімді. Қаш. Жылдамырақ өтем қайтсем де. Жо, көрдіңіздер ма? Тап қасында кетіреді. Ұшып бір нанбай жылан. Жүгіріп үлгердім әйтеуір. О, жаңадан левелға түстім. Ал жарайды. Мен келесіде айтқандай аркадада ойнайым. Жарайды, сіздермен бірге болған мен Ернұр. Жарайды, каналға жазылып лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.